6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Олай болса, мынау соңғысы Филси Рич. Жай ғана Рич, өтінем. Рич Барнер барген сауда үйінің атынан кезекті алма тосабының жинағы үшін алғыс айтамын. Әр қашан мархабат. Кездескенше. Эпплблум, шырынды алма тосабы салынған жәшіктерге салдың ба? Әрине, мен үлкен болдым. Енді маған көбірек жұмыс тапсыруға болатынын дәлелдегім келеді. Бірақ жәшіктерде белгі жоқ. Қайсың қайда салғаныңды қадағаладың ғой, я? Бәрін толықтай қадағаладым. Жақсы. Өйткені Филси Риштің алма тобасының орнына шырын алғанын қаламаймыз. Әжеміздің шырынның ферма аумағынан тыс жерде сатылуына қарсы екенін білесің. Оның тиісті жәшіктерді алып кеткеніне сенімдісің бе? Әрине сенімдімін. Биг Мак екеуің үйге барып, мына жерді аяқтауыма мұрша берсеңдерші. Егер Филси Ричке вольт алма тосабын берсең, онда мына құтылардағы не? Артылғандары. Жоқ. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Өтірік өрге баспайды. Әже оның шырынын фермадан жасырын алып кетпегенімді біледі ғой, дұрыс па? Ешқашан олай істемеуші едім. Алаңдама. Анығында кім кінәлі екені бізге белгілі. Маған неге өтірік айтқаныңды білуіме бола ма, Эпплблум? Біреу байқамай тұрғанда түзетем деп үміттенем. Өтірікпен ештеңені түзеуге болмайды. Маған сен, мен білем. Бұл туралы не білуің мүмкін? Өміріңде бір рет өтірік айтып көрген жоқсың. Несі күлкілі? О, тәттім менің. Әпкеңнің бала кезінде көп өтірік айтқаны сонша бір жолы отбасын түгелде ауруханаға түсірген. Иә? Оған сол оқиғаны айтып беруіңізге болады. Мүмкін пайдасы тиіп қалар. Эпплджек пен Биг Мак екеуі сенің қазіргі кезіңнен сәл үлкенірек кездерінде ферманы қайсысы жақсырақ басқаратындары туралы үнемі сөз таластыратын. Айтқым келгені, бұл шығетің үлкен болса да, бұл жерді қалай реттестіруге болатынын жалғыз мен білем. Түсіндің бе? Эпплджек, әрине ақыл жақсы. Алайда, онымен жер жыртпайсың. Ол туралы саған талай рет айттым ғой. Талай рет. Екеуің ерегіспей сөз таластырғандарыңды доғарыңдар. Жұмысқа кірісіңдер, сол дұрыс болады. Қалаға баруларың керек, ағаштарға алма құрты түсіпті. Егер ертінде келмесеңдер, шырын маусымы тырбық ағаштан да қысқа болады. Өткен аптада немере інім Брейбернге айтқанымдай, енді бізде мәселе туындаталатын пони бар. Сәлем, Филси Рич. Жай, Рич, өтінем. Қалыңдағым Spoiled Milkпен таныстырғым келеді. Қымбаттым, бұлар Эпплджек пен Биг Мак, алмалар аллеясы фермасының екі еңбекқор пони. Фермада жұмыс істейсіңдер ме? Неткен жабайылық. Қымбаттым, құрмет көрсет. Олардың фермасы алма тосабын шығарады. Үлгілі сатушылар. Сенің тауарларының бірі деп айтқың келді. Болашақ күйеуім Ричардың отбасылық кәсібін басқаруды өз қолына алды. Жалпы ол туралы білдіңдер ме? Spoiled Milkке ренжімеңдер. Ол жай ғана мені мақтан тұтады. Және дұрыс айтады. Енді дүкенді басқарамын және жүзеге асыруға асығып жүрген көп ойларым бар. Мысалы мынау. Шырын маусымы жақындап қалды. Шырындарыңды сендердің орындарыңа мен сатсам қайтеді? Бұл өте қызық қой. Бәлкім қызық шығар, бәлкім жоқ. Қалай болғанда да жаңа емес. Смит әже сіздің атаңыз Стикин Рич жыл сайын біздің шырынымызды сатуға рұқсат сұрағанын айтқан. Ал әжем оған дәстүр бойынша понилердің бәрі шырын алуға, алмалар аллеясына кезекке тұрады деп жауап берген. Онда жаңа дәстүр қалыптастырыңдар. Бір күні дүкен маған қалғандай, фермада екеуіңнің біреуіне қалады. Менің ойымша бұл тапқыр біреу болады.
Олай болса талай рет айтқанымдай ақыл жақсы. Алайда, оны мен жер жыртуға болмайды. Не екенін білесіздер ме? Бұлай болсын, әзірге 3 кеспек шырын берейін. Егер жақсы өтсе, қалғандарын да беремін. Өте жақсы. Демек келістік. Жыр қымбаттым. Бәрін дайындап қоюым қажет. Алақай, болашақта ферманы басқаратын мен болатыныма сенімдімін. Ал сен үндемейтін боласың. Күтуге шыдамым жетер емес. Әжеммен сөйлесіп тұрып, Филси Ричпен келісім жасағаныңа сен алар емеспін. Әжеме ойымын айт. Және ол ферманы басқаруды маған берем деп шешет. Көресің ғой. Нені көремін? Applejackте кезекті даналық ойы пайда болды. Ол туралы не ойлайтынымды бәрі білетін шығар. Бұл дегенің... Ақыл жақсы, алайда онымен жер жыртпайсың. Иә, дұрыс. Табылған ақыл ма? Өте жақсы мүмкіндіктер едім. Қалада Филси Ричті кездестірдік. Отбасылық дүкендері енді соның қарамағында. Бұл алмалар аллеясы фермасына қандай мүмкіндік береді? Шырын маусымы таяп қалғандықтан, Ричке айтайын дегенім, маусым басталмай тұрып, бірнеше кеспек шырынды оған беру керек деген бір ой келді. О, бар болғаны сол ма? Олай болмайды. Әже, неге? Бірнеше кеспек шырынды Ричке алдын ала сата алмаймыз, а? Сіз оның атасына алма тосабын саттыңыз ғой. Айырмашылығы қандай, түсіндіріңізші? Шырын мен тосап бір нәрсе емес. Құтыдағы тосап бірнеше айлар бойы дәмін сақтайды. Ал шырын сыққыштан шыға салысымен бүліне бастайды. Міне сондықтан маусымның басында бүкіл Панивиль алмалар аллеясында балғын шырын үшін кезекке тұрады. Мінекей. Не дегеніңізді түсінем, әже, дегенмен бір рет басқаша істей алмаймыз ба? Сөз беріп қойдым ғой. Түсініңізші. Оның үстіне шырын дайындау сенімсіз кәсіп. Бұл жылы алма құртының кесірінен көп жасай алмауымыз мүмкін. Сол себепті кешір, Applejack. Алайда сөзіңді қайтып алуыңа тура келеді. Саған ескерттім ғой, дегім келмей. Бірақ қатты айтқың келетін екеумізге де мәлім. Олай болса, мен арғашан понидің істей алатын ең жақсы нәрсесі, ол өз ойымен айналасындағылармен бөлісу деп есептейді. Айналаңдағылардың бәрі үнемі сенің не ойлайтының туралы білуі. Және ешқашан басқа понилердің айтқанын естімеу. Не? Не естісең сол? Бұл мені жаңа іскер серіктесім ғой. Шырын жөнінде, Рич. Кеше біздің әңгімемізден кейін естігенімді қара. Керемет, иә? Мәселе мынада. Сізге шырын бере алуым екталай. Не? Алайда мұнаның бәрін сенің келісіміңмен жасадым. Біз қол алыстық қой. Түсінесіз бе, алмалар аллеясында әрқашан өнімнің сапасына назар аударады, ал сіздің құтыларыңыз сақталмайды. Оған қоса, биыл алма құртының кесірінен өнім азайды. Сылтау айтуға тырысып жатқан сияқтысыңдар. Атаммен келіскеннен кейін Смит әжей сөзінде тұратын. Егер сөздеріңде тұра алмасаңдар, онда отбасыларымызға бірге жұмыс істеуді тоқтату керек. Бір жола. Жарайды, ашуланбаңыз, Рич. Мәселе бізде емес. Біздің әжеміз... Сырқат. Тоқтаңдар, әжей сырқат па? Оны білген жоқпын. Иә, оны ешкім білмейді. Биг Мактың айтқысы келгені, біз мұны құпия ұстаймыз. Біз жұмыс қолы жетіспегендіктен бәрінің алмалар аллеясымен жұмыс істеуді тоқтатқандарын қаламаушы едік. Солай. Солай де, әлбетте. Сендерге қатты жаным ашиды. Өтінем, егер көмегім қажет болса, бір хабарын беріңдер. Дән ризамын. Әзірге бізге қиналған шақта түсіністікпен қарауыңызды сұраймыз. Я, рахмет. Ричке шындықты айтып беруге тиіс едің. Оның орнына өтірік айтып, одан сайын бүлдірдің. Дегенмен не істеуім керек еді? Ричті естідің ғой. Оған шындықты айтсам, бізбен жұмыс істеуді бір жола тоқтатушы еді. Иә, себебі бәрі сұрауды ұмытып кетіппін. Мына тәбет ашатын салатыңызға солы жармасы бар ма, әже? Білмейм, қарап келейін. Тыңда, сен орындай алмайтын уәде бердің. Бірақ бәрін әжем сырқат деп айтпай-ақ шешуге болады ғой. Не бүлдірдің? Әйтсе де бұл іске асты ғой. Ескертусіз келгенім үшін кешірім сұрайым. Дегенмен әжеге тез сауығып кетуін тілеуге келдік. Қара қарындасым, Рич мырза өзінің қалыңдығымен келді. Көрдің бе? Олар гүл әкеліпті. Әже ме?
Өйткені ол сенің айтқаныңдай сырқат. Сырқат. Бұл ғажап емес пе? Бір сәт күте тұрыңдар. Бұл қайткенің. Кешіріңіз, әже, байқамай қалдым. Алдартыңа қарамай жүгірсең әрине байқамайсың. Қамбаға барып келе аласыз ба? Бақшадағы ағаштарға арналған ерітіндіні қалдырып кеткен сияқтымын. Есің дұрыс па? Қазір кешкі астың уақыты, Эпплджек. Білем, бірақ қараңғы түспей тұрғанда ерітіндіні тапқан дұрыс. Іздеуді бастай беріңіз, ал мен Биг Макқа жақын арада қайтып келетінімізді айтам. Жарай ма? Міне, сол сәттен бастап өзімді үлкен, немесе күшті деп айта бастадым. О, Эпплджек, ағаң неге үнемі қамыт тағып жүретінін түсіндіріп берді. Әйтсе де, біз одан әжелеріңнің денсаулығы жайлы сұрадық. Я, білесіздер ме, Биг Мак кейде артық сөйлейді. Әсіресе көңілсіз болсам. Әжеміз сырқат, сондықтан ол менен кем уайымдап жүрген жоқ. Қымбаттым, бәрі шынымен соншалықты жаман ба? Енді бір нәрсені анық айта алам. Қазір ешкімді көрмегені жөн. Шынымды айтсам, ол туралы ойласам, өзімді жайсыз сезінем. Кешіріңіздер. Бүлінген тосап, бүгін саған не болған? Кешіріңіз, әже. Егер сізге көмектессем, жұмыс тез бітеді деп ойладым. Кешігіп қалдың. Ерітінді әлде қашан өз орнында тұр. Оу, өте жақсы. Әже, алма құртына бірінші рет қашан тап болғаныңызды айтыңызшы. Бұл осы жерде Панивилде тұрып жатқаныма 2 жыл болған кезде, алайда бір тіземді созып алғанға дейін болды. Міне осылай ағаштар үлкен болып өседі дейді. Өзіме келетін болсам, дәл осылай ерекше белгімді алдым. Алайда біз әжемен қашан кездесе аламыз деп сұрадық. Биг Мак дөрекі болып көрінгісі келмеді. Қазір әжемен кездесулеріңізге болмайды, өйткені оның алма құрты бар. Оны тек ағаштарда ғана бола ма деп ойласам. Я, әдетте бұл солай. Дәрігерлер ол бақта көп жұмыс істеген соң ауырып қалды дейді. Оны Панивиль ауруханасына апаруымызға тура келді. Сіздердің алдарыңызда ғана келгенбіз. Не деп тұрсың? Бұл сұмдық қой. Ауру жұқпал емес қой, я? Жұқтырып алмайтындарыңызға сенімдімін, дегенмен асыққандарыңыз жөн. Кім білсін? Дұрыс айтасың. Ол жаққа рұқсат етілген уақытқа дейін жетуге тырысқанымыз жөн. Дұрыс айтасыз. Тоқтай тұрыңыз, қайда жетуге? Ауруханаға әрине. Ол жерде кездесетімізге сенімдімін. Филси Ричке, әжемді ауруханада деп айтып, жағдайды ушықтырдың. Енді не істейміз? Таптым! Екінші ең жақсы тісімді тура шошқа қораға түсіріп алдым. Бұл бұрын соңды көрген ең қорқынышты күндерімнің бірі болды. Көбірек тыңдағым келер еді, әже, бірақ шұғыл түрде ауруханаға баруымыз қажет. Ауруханаға ма? Не болды? Біреу сырқат па? Иә, сырқатсыз. Оның айтайын дегені ауруханаға баруыңыз керек. Не үшін? Алма құрты! Ол понилерге жұға бастапты. Дәрігерлерге сарапшының пікірі керек. Алма құртымен күресуді Смит әжемнен жақсы білетін ешкім жоқ. Онда не үшін тұрмыз? Кеттік, жүріңдер. Білесіз бе, артқы есіктен кіруіміз керек. Дәліздегі ауру понилермен кездесіп қалмау үшін. Я. Қап, ұмытып кете жаздаппын. Керек нәрсенің дәл өзі. Енді құрт жұқтырып алам ба деп қорықпауыңызға да болады. Дегенің болсын, қызым. Енді осында күте тұрыңыз, мен келгеніңізді айтайын. Мәссаған, мұнда не болып жатыр өзі? Кездесуде болсын айт күтпеген едім. Біз келеміз дедік қой. Хо-хо, сені кездестіргенімізге қуаныштымын. Өйткені әжейдің бөлмесінде алма құрты бар пони туралы естіген медбикені де табалар емеспін. Әжемнің бөлмесі ме? Әрине. Анда барыңыз, солға бұрылыңыздар, оңға бұрылыңыздар, баспалдақпен төмен түсіңіздер, сосын көтеріліңіздер. Дәмханадан соң солға бұрылыңыздар, бөлме сол жерде. Бұл өте оңай. Ал сен бізбен бірге бармайсың ба? Сіздерді қуып жетем, Биг Макты табуым керек. Жарайды, әже, осында шамалы күте тұрыңыз, сосын барамыз. Қайда барасыңдар? Биг Мак бізбен бармайды. Ол жұқпалы болуы мүмкін. Жұқпалы?
Жарайды, мұнда жат, үстіңді жауып қоям. Сосын Ричке әжемін деп айтасың. Бірақ төсек жаймасын ашпа. Біраз ыңырсы, ол кетеді, сонымен іс бітеді. Бұл енді шектен шыққандық, Applejack. Шырынды Ричтің дүкеніне сату жақсы ой болғанын түсінем. Алайда ол әжемді ауру деп өтірік айтуға, немесе ауруханада жатыр деп айтуға, немесе құрт туралы дәрігерлерге оның ақыл кеңесі керек деп әжені алдауға татымайды. Немесе... Биг Мак, өтіне, мені бір рет болсын тыңдашы! Мәселе тіпті менің ойларымда емес. Егер Рич мұның бәрі өтірік екенін білсе, бізбен жұмыс істемейді, және ферма құрдымға кетеді. Осылай болғанын қалайсың, бәлде көмектесесің бе? Бәлкім әже сен болатын шығарсың. Бойларыңда ұқсас, және бәріне кінәлі сенсің. Мен бола алам, бірақ егер сөйлеуді саған тапсырса, мінгірлеп тұрасың. Сосын мәселенің мән жайын бірден аңғарады. Жарай. Осында жат, қозғалма, және сөйлемеуге уәде бер. Ең болмаса өміріңде бір рет. Я? Әже! Әже! Келдің бе? Не болып жатқанын түсіндіресіңдер ме? Әже, мұнда бір жерде күте тұруыңыз керек. Қайтып келем. Applejack, мұнда екенсің ғой. Әжеңнің бөлмесін іздеп барлық жерді аралап шықтық. Олай болса, жолдарыңыз болды. Өйткені ол жап-жақын жерде. Және осы жолы жолдан адасып қалмауларыңызды қадағалайым. Мұны қалай түсінуге болады? Енді не болды? Яғни, ол осында болған. Қуып жетуіміз керек. Бұл Смит әжей ме? Олар оны қайда апара жатыр? Екеуіңіз қоларбаның артынан барыңыздар. Әже, не істеп жүрсіз? Анда күтуіңіз керек болған. Көрмей тұрсың ба? Бұл қойма. Жарайды, менімен жүріңіз. Тек сөйлемеңіз. Даусыңызды ұзақ дәріс оқуға сақтауыңыз керек. Кешіріңіз, бірақ сізге халат маскасы жақындауға болмайды. Бірақ анда ағам жатыр. Алаңдамаңыз. Бұл біздің ең жақсы дәрігер. Ол ағаңызды бір демде аяққа тұрғызып жібереді. Сендердің білулерің керек. Алма құрты бұл өте ауыр ауру. Қалай? Ол алма құрты деді ме? Алмаған құбылмалы тозаң деп естілді. Ағаш діңі мынадай қызыл түске айналғанда жалғыз алмалы бұтақтарды кесу керек. Қапсындық әже. Бұтақтарды кесу дедіңіз бе? Әрине, егер құрт қатты көбейіп кетсе, басқа не істеу керек? Бұдан әрі шыдай алмайм. Тоқтаңыз, бұл үлкен қателік. Ал анығында үлкен өтірік. Биг Мак? Смит әжей? Жалпы мұнда не болып жатыр, Applejack? Менің де жауапты естігім келеді. Менің ойларымды ешкімнің тыңдамағанына ашуландым ба, әлде ферманы басқаруды маған бермейтініне алаңдадым ба, білмейм. Алайда Филси Ричке бере алмайтын нәрсемді уәде еттім, және мұны мойындауға ұялдым. Демек, әжей сырқат емес пе? Және алма құрты понилерге жұқпай ма? Жоқ. Мұның барлығы өтірік болатын. Егер осының бәрін білсеңіз, фермамен жұмыс істеуді тоқтатасыз деп қорықтым. Сондықтан өтіріктің үстіне өтірік айттым. Демек, ол дәрігер емес пе? Өтінем, әжем мен ферманы қайғыға салмаңыз. Бұл толықтай менің кінәм. Тек қана сенікі емес, Applejack. Үнемі бос сөйлей берудің орнына сенің айтқандарыңа мән бергенімде, мұның ешқайсысы орын алмас еді. Менің азырақ сөйлеп, көбірек тыңдағаным жөн. Әсіресе сені. Рахмет, аға. Және ферманы менің де, сенің де басқарғаның маңызды емес. Оның жақсы қолда болатынын білемін. Бұл жақсы. Дегенмен екеуіңнің не айтқандарыңды түсінбеймін. Мен жақын арада ешқайда кетпеймін. Ферманы басқару мұндай қойылымнан кейін бұл мүмкін емес. Ал сен алмалар аллеясымен жұмыс істеуді тоқтатуды, тіпті ойыңа да алушы болма. Әйтпесе тіке атаңның өзіне барам, түсіндің бе? Иә, ханым. Сонымен, алма құрты туралы кімнің тыңдағысы келеді?
Бала кезімде... Сенің сонша көп өтірік айтқаныңа сенелер емеспін. Бұл мен мақтан тұтатын оқиға емес. Бірақ оның арқасында әрқашан адал болу керек деген өмірлік сабақ алдым. Сен де сабақ алдың деп үміттенем. Әрине, ешкім туғаннан мінсіз болмайтынын түсіндім. Кім екеніңді түсіну үшін кейде қателік жасауыңа тура келеді. Иә. Дегенмен білген нәрсемнің ең маңыздысы бұл фермада кімнің басшы екені. Әжеміз! Иә, мұны дұрыс айттыңдар. Көп сөз қойып, жұмыстарыңа оралыңдар. Алайда бір стақан шырын ішіп алған соң. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.